Басының жартысы жоқ. Тұрсынбек Қабатовтың қазіргі күйі жұртты алаңдатып қойды. Суреттен әзілкештің басына ота жасатқанын байқауға болады. Әзілкеш Тұрсынбек Қабатов желі қолданушыларын алаңдатып қойды. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Театр жетекшісі мен бір тойда болған қонақтар желіге онымен түскен суреттерін жүктеуде. Қырағы халық Тұрсынбек Қабатовтың қазіргі күйіне алаңдап, түрлі пікір жазды. Суреттен әзілкештің басына ота жасатқанын байқауға болады. Тұрсынбектің басына не болған? Басының жартысы жоқ қой. Басына операция жасап, бас сүйегінің жартысын алып тастаған. Қыста концертіне барғанымды айтты. Мөлдір қалайша халықты Тұрсынбек тастап кетті деп алдап жүр. Ем болсын деді олар. Құрметті көрермендер, Тұрсынбек Қабатов қазақ сахнасының ең танымал, ең сүйікті әзілкештерінің бірі. Жас күнімізден сахнадан көріп келе жатқан, әр отбасының дастархан басында әзілі айтылып, әңгімесі өрбіген өнерпаз. Оның әрбір қалжыңы мен сахналық бейнелері талай адамға ауыр сәттерін ұмыттырып, өмірге қайтадан күле қарауға себеп болды. Оны күлкі мен қуаныш сыйлайтын, елдің көңілін көтеретін адам ретінде бәріміз жақсы көреміз. Бірақ міне, соңғы уақытта тараған суреттері мен жаңалықтары жұртты біраз алаңдатып қойған екен. Әрбір адамның өмірінде сынақтан өтетін сәттер болады. Біреу оны сырт көзге білдірмей көтереді, біреу ашық айтады, ал бірі оны өнерімен жеңуге тырысады. Адамның денсаулығы ең басты байлық, білесіздер. Қандай дарынды, қандай табысты болса да, бәріміз ет пен сүйектен жаратылған пендеміз. Егер расымен де басына ота жасалған болса, бұл жеңіл нәрсе емес. Мұндай сәтте біреудің жеке өмірін талқылап, алып қашпа әңгіме таратқаннан гөрі, шынайы тілегімізді айтып, аман есен сауығып кетуін тілеу бәріміздің адамдық борышымыз. Тұрсынбек қанша жылдан бері халыққа күлкі сыйлап келеді. Сол күлкіге бөлеген сәттерін еске алып, дәл қазір оған жылы сөзбен жақсы ниет білдіруіміз керек деп ойлаймын. Өмірде әркім қиындыққа тап болуы мүмкін, бірақ соны жеңіп шығуға жақындарының, жанкүйерлерінің қолдауы көп көмектеседі. Сахна Тұрсынбектің екінші үйі, ал көрермендері оның үлкен отбасы. Біз сол отбасының мүшелері ретінде қазір жақсы энергиямен шынайы тілегімізді жеткізуіміз керек. Бір сәтке ойлап көрейікші. Қаншама жылдар бойы тойда, сахнада, теледидарда бізге демалыс сыйлаған, күліп, уайымды ұмыттырған адам қазір өзі өмір сынағынан өтіп жатыр. Осындай кезде жақсы сөз жарым ырыс дегендей, оның жүрегіне үміт пен күш беретін сөз айту ең дұрыс шешім. Денсаулық мәселесі әзілдің тақырыбы емес. Өмірде ешкім мәңгі сау емес, бірақ әрбір қиындықты көтеріп шығатын адамның қасында жылы лебіз айтатын жандар болса, жеңілдеу болады. Тұрсынбек сахнада ғана емес, өмірде де күрескер адам екеніне шын жүректен сенемін. Сондықтан да мен Тұрсынбек Қабатовқа мықты денсаулық, күш-қуат, сабыр тілеймін. Күлкіңізбен және өнеріңізбен әлі талай жыл елді қуанта беріңіз. Біз сізді сағынамыз және сахнадан көргіміз келеді. Тағы да сол алаңсыз, жайдарлы күлкіңізді, өзіңізге ғана тән ерекше энергияңызды көру бәріміз үшін үлкен қуаныш болары анық. Сіз әрдайым халықтың сүйікті әзілкешісіз, ал біз сіздің ең мықты жанкүйерлеріңізбіз.